Ассалаумағалейкум ағайын, армысыздар, бармысыздар? Мені естіп тұрсаңыздар, қолдарыңызды бұлғап қойыңыздар, немесе жазып жіберіңіздер, дауыс естіліп тұр деп. Дауысым естіліп тұр ма екен? Қатып жатыр ма? Мына мал сату деген каналыма қош келіпсіздер, қош келдіңіздер. Осылай қазақ тіліндегі каналды қолдап отырыңыздар. Мына мал сату деген страничканы, YouTube каналы бар. Мал сату деген, соған тіркеліп қойыңыздар. Мына мал шаруашылығын дамытайық, өсірейік, өркендетейік біздің ата кәсібімізді. Бірдеңе жазып қойыңыздар, сұрақ қойып отырыңыздар, сұрақтарыңызға жауап берейін. Сұрақтарыңызға жауап берейін. Дауысым естіліп тұр ма екен? Біраз халық біраз көбейсін, бір 4 адам тұр ма? 4 адам көріп отыр ғой деймін. Эфирді жазып аласыз ғой, я? Сашкок? Жақсы. Мен неде тұрам енді? Павлодар облысы, Май ауданы, Баскөл деген ауылда тұрам. Есім Саят болады, Сапаров фамилиям. Танысып отырайық, көрісіп, білісіп отырайық. Мүмкін біреулер танитын шығар, біреулер танымайтын шығар. Даусым қалай, жақсы естіліп тұр ма? Доставка бар ма дейді етке? Етке доставка күзде болады, күзде. Қазір әзірше жоқ. Қазір мал арықтау біраз. Күзде Алла қаласа доставка болады қалаға ет. Енді біз мал ақырын ұстап жатырмыз. Жаңа бастап атқан шаруа қожалықтарының біріміз ғой. Ақырын жаңа бастап келе жатырмыз. Басында мен қой жақсы көрдім. Қоймен айналыстым біраз. Шағын қой ұстадым. Бірақ содан кейін қой негізі қиындау екен. Менің ойымша қойымыз доп төпкен тозар, ойын ойнаған азар, бәрінен де қой бағып, құйрық жеген озар деген қазақтың сөзі бар ғой. Қой деген негізі жақсы нәрсе ғой, бірақ өзі осы 4 түліктің ішінде ең қиыны менің ойымша қой шаруашылығы сияқты. Өйткені қой деген бағу бар, құрттауы бар, үнемі артында жүру керек, ат керек деген сияқты. Сондай. Жылқыны да көрдік. Жылқы тұяқты мал, от жылқы деген. Бүгін бар, ертең жоқ деген сияқты. Сол қарамалға тоқтап, ақырын қарамалды өсіріп келе жатқан жайымыз бар. Дамытып қарамалды. Қарамалды қалай тоғады? Қарамалдың бір қиындығы бар. Сол жаңағы бруцеллез бәрі біледі ғой. Оған өздеріңіз жақсы білесіздер қазір. Кім малмен айналысады, солар біледі ғой. Оның РБ51 деген вакцинасы бар ғой. Соны егіп тастау керек. Соны егіп тастадық былтыр. Биылша әзірше қан алған жоқпыз. Сол
бір Алладан тілеп отырмыз енді. Малымыз аман есен таза болып шыға ма деп. Сол РБ-51-ді егіп тастасақ, сол негізгі қара малдың жауы сол бруцеллез ғой. Содан құтылып алсақ, одан кейінгі аурулар енді қарасаны бар, анау мынау бар, яшшүрі бар деген сияқты, енді оларға үкімет өзі егіп тұрады ғой. Сол мен ойлаймын да өзім енді. Үкімет жаңағыдай неше түрлі ауруға егеді ғой өздері тегін. Осы бруцеллезге неге тегін тағы егіп тастамайды екен деп. Соны ойлаймын да кейде. Неге үкіметтен сол қаражат бөлініп, осы жаңағы қарасанға егеді, тағыдан неше түрлі ауру бар ғой, Сибиркаға егеді деген сияқты. Неге осы сол сияқты осы бруцеллезге де осы вакцинасын неге егіп тастамайды дегенім ғой. Соны егіп отырса, сол ауруды жеңетін едік қой баяғыда. Шетелдегідей. Шетелде енді ондай проблема жоқ дейді ғой енді, жаңағы дамыған мемлекеттерде. Канада сияқты енді, Америка сияқты. Олар бұл ауруды жеңіп кеткен ғой баяғыда. Тек қана осы біздің деңгейдегі мемлекеттерде осы ауру, осы қара малдың бруцеллез деген ауруы өршіп тұр дейді ғой. Сол енді қара мал ұстағаннан кейін енді барлықтарын жақсы білесіздер, енді қара мал ұстағаннан кейін ең бірінші бұқа ғой. Бұқаны дұрыстау керек. Бұқаны енді қалай айтса болады, көбі бұқаны осы күнге шейін мен енді байқап жүрмін, енді неше түрлі енді жағдайы жақсы, қаражаты бар деген сияқты. Жаңағы кәсіпкерлерді қарайсың ғой, малмен айналысып жатқан фермерларды қарайсың ғой. Бұқаларды жаңағы қандай второй категорияға келеді. Содан кейін күзде бұзауларын сата алмай жүреді. Бұзаулар өтпейді. Жылда сол ғой. Жылда сол жартас, баяғы жартас әңгіме. Бұқаға енді мысалы 5 бұқа келеді. Второй категория. Әрбір бұқадан 100 мың теңгеден немесе 150-200 мың теңгеден үнемдейді. Одан кейін үнемдейді да, сосын күзде бұзауларын сата алмай жүреді. Бұзаулар кішкентай болады деген сияқты енді. Экстерьер дейді ғой, экстерьер келіспейді бұзаудың. Товарный вид болмайды ондай бұзауда. Себебі бұқа нашар. Бұқаны бірінші категория алу керек кем дегенде. Немесе элит класс алу керек. Высший бұқа алу керек. Сонда сенің бұзауларың высший болады. Керемет болады. Елдің бәрі таласып тұр болады. Бағаны жаңағы сатып алатын адам емес, сатушы қояды бағасын. Андай жаман бұқа алып келесің да, второй категория деген ол енді өздеріңіз білесіздер енді қандай бұқа екен. Ол бұқаның көбінесе енді мен байқап жүрген бұқалардың енді қандай тұқым болса да көбінесе жаңағы артқы сандары аз болады. Қара мал болсын, енді қандай мал болсын, жылқы болсын, қой болсын, түйе болсын, қандай мал болса да еттің бәрі санда емес пе? Еттің бәрі санда. Сен бұқа келесің, жай айтайын енді. Тара сортный бұқа келесің, мысалы енді қаншаға енді 400 мыңға ма 500 мыңға келесің. Оның жаңағыдай қалай өссін, немене болсын, оның жаңағы сандары кішкентай болады да, слабый болады енді, орысша айтқанда. Сандары кішкентай болады да, ол жаңағы екі саны бір сан сияқты. Сосын ертең одан қандай бұзаулар туады? Сол сандары нашар бұзаулар туады. Сосын ол жаңағыдай кірді баспайды, ат қорымға жарамайды деген сияқты әңгіме ғой. Бұқаға қараған кезде, мысалы біздің қазақтар мен байқағаным бәрі мойынға қарайды да. Мойын біреу ғой енді. Сан екеу.
Сондықтан бірінші санға қарау керек. Мойынға содан кейін қарау керек. Енді бұқаның экстерьерін айтамын да. Бұқада 2 сан болу керек, 1 сан емес. Сан деген артқы бұқаның енді өздеріңіз көресіздер, енді бұқалар бар ғой, енді лимузин деген бұқалар бар, енді сандарын көрсеңіздер енді. Енді бельгийская голубая деген бар. Енді ангустар енді мықты сандары болады. Шароле деген болады. Ауликөл енді мықты болады. Кирифордтың енді әрбір тұқымның өзі енді мықты бұқалары болады. Сондықтан менің ойымша сол бұқаны дұрыстау керек ең бірінші. Сол бұқаны дұрыстасаң, енді орыстар былай айтады ғой, бык это полстада деп. Бұқа деген ол енді жарты табын ғой. Бұқаң жақсы болса, малың өседі. Қалтаңда ақша болады. Бұзауыңды бәрі талап әкетеді, сатады. Бұзаудың бағасы қымбат болады. Ал енді нашар бұқа әкелсең, бұзауларда нашар болады. Салмағы аз болады. Қалай ішсін, қалай жесін. Бұзаулар дұрыс болмайды, сосын бағасы төмен болады. Содан кейін жаңағыдай фермер көтеріле алмайды да андай. Көрдіңіз бе қалай? Енді менің ойым енді. Сол ойларыңызды бөлісіп отырыңыздар, жазып отырыңыздар. Енді мен мына жерде енді бірінші рет шығып отырмын эфирге, сіздермен осы қауышайын, танысайын, түрімді көрсін деп. Сіздер жазып отырыңыздар. Сол енді ойым. Енді мал шаруашылығы оңай жұмыс емес қой енді. Өздеріңіз жақсы білесіздер енді. Қара мал негізі жақсы, тез өседі. Сосын енді үнемі неде андай? Үнемі спрос болып тұрады да. Содан кейін енді жаңағы малды енді шама келгенше асылдандыру керек енді. Бұқаны дұрыстау керек. Сосын сиырларды дұрыстап отыру керек. Енді менің YouTube каналыма тіркеліп отырыңыздар ағайын. Мал сату деген осын YouTube каналым бар. Соған тіркеліп отырыңыздар. Комментарий жазып отырыңыздар. Лайк басып отырыңыздар. Ағайын туысқанмен, ауылдағы ағайындармен, жаңағы группаларға, WhatsApp'тағы, тағы басқа жаңағы әлеуметтік желілерде жаңағы сілтемесін бөлісіп отырыңыздар. Осылай міне қазақ тіліндегі осылай біздің мал сату, жаңағы мал шаруашылығын дамытайық, өсірейік. Еліміз өркендесін әрқашанда. Сіздер енді мысалы мал сататын малдарыңыз болса, видеоларыңызды жіберіңіздер маған. Мен публиковать етем жаңағы. YouTube каналға публиковать етем, TikTokқа публиковать етем, Facebook. Енді бүкіл әлеуметтік желіде бар енді менде мал сату деген. Соның бәріне мысалы осындай мал сатылады деген сияқты публиковать етем. Енді сіздер жаңағы видео түсірген кезде маған енді видео керек та көбінесе, фото емес. Өйткені видеоны жақсы қарайды халық фотоға қарағанда. Сол мысалы сататын малдарыңыз болса, малдарыңызды сотканы қазақша айтқанда жалпағынан ұстаңыздар. Горизонтально дейді ғой. Вертикально емес, осылай тігінен емес, жалпағынан былай, вертикально. Жалпағынан ұстап, әдемілеп түсіріп, жарық жерге шығарып малдарыңызды.
Әулиекөл породасы жайлы айтып кетсеңіз екі түрі болады дейді, рас па сол дейді. Әулиекөл породасы енді жайлы айтып кетсек, Әулиекөл негізі керемет порода ғой. Әулиекөл жақсы порода. Енді сол видеолар, мен қазір нені айтып кетейінші. Сол видеоларыңызды жалпағынан түсіріп, жаңа горизонтально, вертикальнен емес, тігінен емес, жалпағынан түсіріп, солай жіберіңіздер маған. Содан кейін жаңағы малды түсірген кезде жарық жерге алып шығыңыздар. Қазір Құдайға шүкір күн ұзақ, күннің көзі шықты, көктем, далаға алып шығып, жарық жерге, жел жоқ жерге деген сияқты, ықтау жерге, әдемілеу жерге, әдемілеп түсірсеңіздер, нұр үстіне нұр болады ғой. Соны түсіріп, содан кейін енді біраз комментарий жасаңыздар, міне осындай сиыр деген сияқты, немесе айғыр, осындай жаста, осындай жерде тұр, осыны сатайын деген, алсаңыздар, келіңіздер, алып кетіңіздер, кім бірінші келеді, соған берем деген сияқты. Жақсы, өзі құтты, өзі сүтті деген сияқты, мақтап біраз. Асықпай, сөйлеп, қорықпай айтыңыздар. Енді сіздердің түрлеріңіз көрінбейді ғой енді. Соны түсіріп жіберсеңіздер, енді 2 минут бола ма, 3 минут бола ма, 5 минут бола ма, енді 10 минут, 20 минут бола ма, мейлі өздеріңіз біліңіздер енді. Соны асықпай түсіріп, сол халыққа сол ұнайды екен. Соны түсірсеңіздер, мен оны публиковать етемін. Содан кейін енді Алла қаласа малдарыңыз өтіп кетеді. Өтпесе енді келесі жолы тағы өте жатар. Енді Әулиекөл туралы айтайын. Енді Әулиекөл дегеннен мен біраз оқыдым енді Әулиекөл туралы. Менде де болды енді 1-2 сиыр Әулиекөл. Енді сол Әулиекөл деген енді біздің енді отандық порода ғой енді. Біздің отандық тұқым, осы Қазақстанда шығарылған тұқым, қарамал тұқымы. Енді ол ғана Қостанайда шыққан, Москалевка деген жерде мен қателеспесем егерде. Енді онда ангустың қаны бар, ең бірінші, одан кейін шарале, одан кейін өзіміздің ақбас деген тұқымы бар. Енді менің ойымша, жаңа екі түрге бөлінеді дегенді мен естімеппін. Әулиекөлді оны рас айтамын. Мен шындық деп айту керек, онда естімеппін. Әулиекөл деген ол бірақ тұқым, ол бірақ түрі болатын сияқты енді. Білмеймін, енді ол подвид деген болады ғой енді. Мүмкін енді одан кейін 2-3-ке бөлініп кетпесе, енді айта алмаймын мен. Әулиекөл деген енді порода, енді оның ішінде енді жаңағы акрас дейді ғой, түрі. Ол енді шараленің акрасын алған ғой. Енді шарале деген ол өте ірі қара мал ғой, ол үлкен мал, етті мал. Сүті де мол болады оның. Сүті қою болады, ірі мал. Соның енді акрасын алған жаңағы. Содан кейін ангусты қосқанда, біздің енді ғалымдар соны шығарған. Сосын біздің ақбасты қосқан. Ақбасты өздеріңіз білесіздер ғой. Енді ол ақбасты қалай шығарған? Ақбасты біздікі ғой енді. Ақбасты енді Герефорд бұқаны әкеп, жаңағы өзіміздің қазақи сиыр, және қалмақтың сиыры бар ғой. Соларға салып, енді ол баяғыда шыққан порода ғой. Енді ол нешінші жылы шықты? 50-ші жылдар шығарылған тұқым ба, ақбас енді. Сол ақбасты әкеп салған. Сол ангус, шарале, ақбас. Осы үшеуін қосып, Әулиекөл деген тұқым шығарған. Ол енді менің ойымша, енді менің жолдастарым бар стайды Әулиекөл, мен қарап жүрмін. Менде енді көбінесе ақбас пен Герефорд. Енді Әулиекөлдің енді қалай істеген оны? Әулиекөлді енді шараледен жаңағы еттілігін алған ол. Еттілігін алдырту үшін жұмыс істеген ғой енді. Еті мол, ірілігін алған. Ангустан жаңағы ангустың несі, плюсы неде? Ангустың плюсы жаңағыдай бұзау, легкий отел дейді ғой. Бұзаулағанда жеңіл бұзаулайды ангустар. Бұзаулар кішірек болып туады. Кішірек болып туады да, жаңағы скорость роста дейді ғой. Мысалы, 3 айға дейін ба енді. Мен уақытын дәлін айта алмаймын. 1 айға дейін ба, 2-3 айға дейін ба, анау скорость роста, анау ангустық ол енді рекордный, оған ешкім жете алмайды. Сонда анау ангустың бұзауы кішкентай болып туғанмен, ол 2-3 айында қандай тұқымның
жаңағы бұзау болса да қуып жетеді оны. Ол содан сон алған. Жаңағы атеолы жеңіл. Содан кейін жаңағы енді мраморное мясо дейді, мәрмәр ет. Ал енді мына ақбастан ол нені алған? Жаңағыдай қандай болсын тамақ жей береді. Жаңағы грубый карма дейді ғой. Сосын жаңағы аштыққа да, жаңағы тоқтыққа да, желге де, суыққа да төзімді болады ақбастан алған. Сондықтан сондай тұқым шығарған Әулиекөл деген. Соны енді біздің қазақтар шығарып, соны қазір дүние жүзіне соны насихаттап, сол бәріміз соны насихаттайық, содан тұқым алайық, өсірейік. Сол мен де ойланып жүрмін, сол Әулиекөлден ұстап көрейін ба деп. Өзіме былай ұнап жүр, иә, жақсы тұқым. Енді ақмақтық болар енді айту. Мына тұқым жақсы, мына тұқым жаман деп, мысалы. Ангус жақсы, Әулиекөл жаман. Енді әрбір өз тұқымның өз жаңағы плюсы болады да, минусы болады. Көрдіңіз бе қалай? Енді адам өзі біледі, өзі таңдайды. Сондықтан енді солай енді өш. Енді ангусты біз бір бұқа келдік. Ангус енді ақырын үйреніп келеді, енді акклиматизация өтіп біздің жақта. Енді біздің жақта енді жем сондай жоқ, егін сондай егілмейді. Жем ағыл тегіл жем жоқ ондай. КамАЗ келіп төгіп тастайтындай. Бізде егін ексең де дұрыс шықпайды, оны суармасаң. Бізде енді почва сондай да, солончаковый дейді ғой. Андай қара топырақ емес, мысалы, Железинканікіндей, Қостанайдікіндей, мысалы. Сондықтан біздің неміз малға беретін астығымыз шөптен басқа дым жоқ деуге болады. Сондықтан енді тазағандай, мысалы, біз мал ұстасақ, бізге енді жемді сатып алу керек болады. Жемнің бағасын барлықтарыңыз білесіздер. Жемнің бағасы адамның тамағынан қымбат болып кетті. Бір қап отырып ең, бір қап кебегің 2000 теңге болып тұрғаз бізде. Енді 2000 теңгені сиырға жегізесің бе, немесе өзің жейсің бе сол 2000 теңгені? Мысалы, 2000 теңгеге ұн сатып алып өзің жейсің бе, немесе сиырға жегізесің бе? Сиырға 2000 теңге не болады? Сол сияқты нәрсе. Сол жемнің бағасы қымбат болып тұр. Сондықтан сол шөпті шауып, соны беріп алсақ сиырға. Сол біз құр шөпті жеп, күйін бермейтіндей, қыста тоңбайтындай сондай мал керек бізге. Сол бізге сол келетін сол ақбаспен Әулиекөл деп ойлаймын мен өзім. Көріп жүрмін. Содан кейін біздің өзіміздің жаңа қазақи жергілікті сиырларымыз. Соларға өзі бір жағынан ойлаймын. Сол өзіміздің қазақи ауылда жергілікті сиырларға жететін сиырлар жоқ па деп ойлаймын кейде. Соларға тек жаңағы асыл тұқымды, жаңағыдай бірінші категория немесе элитный класс бір әдемі бұқалардан салсаң, содан кейін солардың бұзауын өсіріп сатып отсаң, соған жетер жоқ па деп ойлаймын. Қай жақтан боласыз дейді. Павлодар облысы Май ауданынан боламын. Сол. Осылай ағайын. Қолдау көрсетіңіздер. Осы эфирді таратыңыздар. Менің YouTube каналыма тіркеліңіздер. Лүпілді басып отырыңыздар, лайкты басып. Лайкты басып отырыңыздар. Сілтемені бөлісіп отырыңыздар ағайын туысқанмен. Қазақта сүтті сиыр бар ма дейді. Қазақта сүтті сиыр бар ма дейді. Жақсы сұрақ, әңгіме жоқ. Енді қазақта сүтті сиыр бар ма деген енді сиыр сүтті ма, сүтсіз бе, енді оны қалай айтуға болады? Ол жөнінде енді таңертеңнен кешке шейін дауласа болады. Енді
Негізі сиырдың менің ойымша несіне қарамау керек анау. Сиырға қарамау керек жалпы. Сатып аларда. Сатып аларда бұзауға қарау керек негізі. Бұзауы мықты болса, сиыр сүтті деген сөз. Подсосный. Енді біз сиыр әзірше сауып отқан жоқпыз. Егерде сиырың мықты, бірақ бұзау әлсіз болып тұрса, тойынбаған. Онда сиыр сүтсіз деген сөз. Онда ондай сиырдан пайда жоқ. Сен оны асырайсың. Бұзауларын дұрыс сата алмайсың, онда бұзауын өсіре алмайсың. Жалпы қазақта сүтті сиыр бар ма деген, енді біздің мысалы ауылда енді бұрын сүт фермалары болды ғой мұнда. Гурттар болды сиыр сауатын. Содан қалған тұқымдар ғой енді, ол жерде көбінесе симментал ғой. Сол симменталмен енді ақбас шатысқан, одан кейін ауылдың жергілікті сиырлар шатысқан, бұтыс. В общем, енді сондай сиырлар, сол енді акклиматизация әбден өткен, иммунитеті мощный, андай-мындай ауруға ауру қоймайды. Жаңағы құр шөп жесе де, қара шөп жесе де, әйтеуір күйін де бермейді. Әйтеуір үйтіп қыстан шығып бір бұзау тауып, сол бұзауды күзге дейін өсіріп, сол бұзауды сатып, сол біраз болсын енді ақша табасың да сондай сиырдың арқасында. Сондай сиырлар ұстаған жақсы ма деп ойлаймын кейде. Сол. Қазақта не жоқ дейсің, қазақта бәрі бар. Дұрыстап іздесең. Сұрақтар қойып отырыңыздар енді. В общем, қалай айтсам болады. Мал шаруашылығымыз дами берсін, ағайын. Осылай еліміз өркендей берсін. Ата кәсібімізді дамыта берейік. Тіліміз дами берсін. Осы қазақ тіліндегі қазақ тілді каналдарымыз, осылай парақшаларымыз көбейе берсін, ағайын. Қолдау көрсетіп отырыңыздар. YouTube каналына өтіп отырыңыздар, тіркеліп отырыңыздар. Әрқашанда шама келгенше енді сол бір-бірімізбен бөлісіп отырайық. Енді мынадай болмасын дегенім ғой енді. Кейбір қазақтар бар енді, менде ғана болсын, басқа жұртта болмасын деген. Олай болмайды. Кең болсаң, кем болмайсың дейді ғой. Сол кең болайық. Осылай енді ноу-хауларыңыз болса, бір жаңалықтарыңыз болса, оттық деген сияқты енді. Малды осылай тамақтандырам, малдың жаңағы шөбін осылай салам, темір оттық, ағаш оттық деген сияқты енді. Жем осындай берем, сондай видеоларыңыз болса түсіріп жіберіп отырыңыздар. Мысалы енді жақсы бұқаларыңыз болса, жақсы айғыр, жақсы қошқарларыңыз болса, мысалы, соны түсіріңіздер. Осындай міне бұқам бар деген сияқты, асыл тұқымды осындай жерден сатып алғам деген сияқты. Осынша жыл болды, міне бұзаулар осындай боп түсіп жатыр. Негізі көктемде малды бір түсірсеңіздер, одан кейін жаздың ортасында бір түсірсеңіздер, сосын күзде тағы бір түсіріп сатам деп, осындай баға деп мысалы салып жүрсеңіздер, әлде қайда тез өтеді де, оны көктем бойы жасырып, жаз бойы жасырып, одан кейін енді күзде сатам деген кезде сата алмай қаласыз, сата алмай қалу мүмкін де. Өйткені оны ешкім білмейді. Қазірден бастап ел енді біледі сізде бар екен, сосын дайындайды. Дайындалады деген сияқты, ақшасын дайындайды. Сөйлесіп қояды алдын ала. Ешкілер қаншадан болып жатыр біз жақта дейді. Ешкілердің бағасын білмейді екен мен, рас. Енді шамамен сол енді бір 25-30 мың теңге шығар енді, жақсы ешкілер. Біздің жақта сонда ешкі ұстамайды. Бізде бір үлкен шаруа қожалығы бар, олар ұстайды андай қара ешкі мүйізді.
бір жақтан әкелді, соны Ресейден ба бір жерден әкелді. Тұқымын есіме түсіре алмай тұрмын. Жақсы ешкілер, ана жол көрдім. Еті де жақсы дейді, сүтті өздері. Еті ана қойдың еті сияқты қатпайды дейді. Сол бір ет бір май ешкісі, еті жақсы дейді ешкілер. Вот сондай ешкі ұстасаңыздар, сосын түбіті бар. Ол түбітті жылда енді сол шаруа қожалыққа барып, көбінесе мынау Монғолия мен Қытай қазақтары сол тарап әкетіп атады сол. 1 килограмм, білмеймін, әжептәуір ақша, 4.000-нан ба. Сондай бір ешкі деген жақсы нәрсе негізі. Енді айдағаны 5 ешкі ысқырығын жер жарады деп енді 5 ешкі болып кетпесе болды енді. Ешкі ұстағаннан кейін енді кем дегенде бір, менің ойымша енді бір 50-100 бастау керек қой. Әйтпесе 500. Сол енді. Жақсы, сау болыңыздар ағайын. Бүгінгі эфир осымен енді тәмамдайық. Осылай қазақ тіліндегі осылай каналдарымызды, парақшаларымызды бөлісіп отырайық, дамытып отырайық. Бір-бірімізді қолдап отырайық. Аман сау болыңыздар. Бай қуатты ел болайық. Жақсы, сау болыңыздар.